Біз дүкенде үнемі қымбат және арзан сөздерін естиміз. Бұл сөздер нені білдіреді? Қымбат дегеніміз құны артық дегенді білдірсе, арзан дегеніміз құны кем тұрады дегенді білдіреді. Егер бірдей өнімді, мысалы асқабақты таңдайтын болсаң, онда кіші асқабақ үлкен асқабаққа қарағанда арзанырақ болады деп айта аласың. Тауардың құны оның массасына байланысты. 3 алма 1 алмадан қымбат тұрады. Себебі 3 алманың массасы 1 алманың массасынан артық. Бір өнімнің басқасынан қаншаға қымбат немесе арзан екенін білу үшін үлкен бағадан кішісін азайту керек. Бір шыны кофе 100 теңге, ал бір стақан шай 60 теңге тұрады. Бір шыны кофе бір стақан шайға қарағанда қанша теңгеге қымбат екенін анықта. Екеуінен бағасының ең қымбаты 100 теңге, ал арзаны 60 теңге. Қымбат бағадан арзанын азайтасың. 100-ден 60 азайтсаң 40 болады. Демек, бір шыны кофе шайдан 40 теңгеге қымбат. Ал бір стақан шай кофеден 40 теңгеге арзан тұрады дегенді білдіреді. Қияр 50 теңге, ал қызанақ 80 теңге тұрса, қиярдың қызанаққа қарағанда қаншаға арзан екенін есепте. Үлкен сан 80, кіші сан 50. Үлкен саннан кіші санды азайтасың. 80 теңге азайту 50 теңге тең 30 теңге. Қияр қызанақтан 30 теңгеге арзан тұрады.